Мен 23 жастамын. Қарапайым жігітпін. Қыздармен көп сөйлесіп, жақын болуға жүрегім дауаламайтын. Әрқашан ұялып, шегініп қалатынмын. Кейде достарым әзілдеп, менің әлі ешқашан жақын болмағанымды бетіме басатын. Бірақ мен шынымен-ақ өзімді ерекше бір сәтті күтіп жүргендей сезінетінмін. Сол күткен күнім мүлде күтпеген сәтте басталды. Бір кеште достарыммен бас қосып, ойын күлкіден кейін үйге жалғыз қайтып келе жатқанмын. Қала көшесінде күздің салқын желі соғып тұрды. Сол сәтте жолымда менімен бір жастағы қызды кездірдім. Ол аяулым еді. Аяулымды бұрыннан танитынмын, университетте бір-екі рет қатар сабаққа қатысқанбыз. Әдемі, сымбатты, бірақ тымпан көрінетін. Мен онымен жақындасып сөйлесуге жүрексінетінмін. «Ой, Арман, сен бе?» деді ол күлімсіреп. «Үйге қайтып бара жатырсың ба?» «Иә, сен ше?» «Мен де. Қала орталығына такси таба алмай жүрмін». Мен батылданып оған бірге жүруді ұсындым. Әдетте мұндай ұсынысты айта алмайтынмын, бірақ ол бірден келісті. Жол бойы біз әңгімеге кіріп кеттік. Әзілдеп те үлгердік, тіпті бұрын байқамаған жақындығымызды сезінгендей болдым. Бір кезде ол: «Суық болып кетті ғой. Үйің жақын ба?» деп сұрады. Мен басымды изедім. «Жақын, келсең шай ішіп жылынасың». Ол аздап ойланып тұрып: «Жақсы» деді. Осы сәттен бастап жүрегім кеудемнен атқақтап шығып кете жаздады. Ішімнен, мүмкін дәл осы түн менің тағдырымды өзгертетін шығар деп ойлап қоя бердім. Үйге кіргенімізде бәрі тым-тыныш еді. Бөлме сәл салқын тартқан екен, пешке от жақтым. Аяулым жан-жағына қарап кішкене ұялып тұрғандай болды. «Үйің жылы екен» деді ол ақырын. «Рахмет» дедім мен. Ас үйге кіріп шай қойдым. Үй ішін әлсіз жарық қана жарықтандырып тұр. Мен оған ыстық шай ұсынғанда ол қолымен менің қолыма аздап тиіп кетті. Жүрегім бірден дүрсілдеп қоя берді. «Сен бұрыннан осылай момынсың ба?» деді ол күліп. «Әрқалай» дедім қысылып. «Әсіресе қыздардың жанында». «Олай істеме» деді ол бір түрлі жұмбақ үнмен. «Қыздарға батыл жігіт ұнайды». Оның осы сөзінен кейін бойыма бір жылу келді. Әзілдесіп отырып бір кезде мен көзімді тайдыра алмай қалғанымды байқадым. Оның жүзі жақындағанда уақыт тоқтап қалғандай еді. Аяулым менің қарасымды байқап: «Не болды?» деді еркелеп. «Ештеңе» дедім қызарақтап. «Сен қызарасың ба әлі?» деді ол күліп. Бір мезетте біз тым жақын отырғанымызды сездім. Жүрегім дүрс-дүрс. Бірақ бір сәтте ол да маған қарай жақындай бастады. Оның жанарынан жасырын бір шақыруды байқадым. Мен алғаш рет батылданып қолын ұстадым. Ол да қарсы болмады. Керісінше алақанының жылуын сездірді. Әлсіз ғана тыныштық орнады. Біз бір-бірімізді үнсіз ғана түсініп тұрғандай едік. Бұл үнсіздікте мың сөзден артық нәрсе бар еді. Осы үнсіздіктің ішінде менің жүрегім кеудемнен шығып кетердей дүрсілдеп тұрды. Аяулымның көзі мені бір мезетте тоқтатып та алға жетелеп те тұрғандай. Ол қолымды қаттырақ қысып жымиып қарады. Сол сәтте батылдық өзінен өзі пайда болды. Мен ақырын ғана оның бетіне еңкейіп алғаш рет ернімді тигіздім. Алғашында бұл қысқа, ұяң ғана жанасу болды. Бірақ ол қарсы шықпады. Керісінше көзін жұмып менің қозғалысыма жауап қайтарды. Осы сәтте менің ішімдегі барлық қорқыныш, ұяңдық еріп кетті. Мен оны құшағыма қыстым. Оның иығынан келген нәзік иіс басымды айналдырып жібергендей болды. Әрбір жанасуымнан жаңа бір толқын жүрегімді шайқап өткендей. «Арман» деді ол сыбырлап, «сен қазір өзгешесің. Себебі сенің жаныңдамын» дедім мен. Мен үшін бұл өмірдегі ең алғашқы шынайы жақындыққа қадам еді. Қолым дірілдеп тұрды, жүрегім дүрсілдеуден тоқтамады. Бірақ сол сәтте оның да жүрек дүрсілін құшағымнан сездім. Бұл мені одан сайын батыл етті. Екеуміз бір-бірімізге беріліп уақытты ұмыттық. Менің санамда тек бір ой ғана қалды. Менің алғашқы рет шын мәнінде сүйген сәтім. Бұл түн бізді бұрынғыдан да жақын етіп жіберді. Қорқыныш пен сенімсіздік орнын сенім мен ыстық сезімге берді.
Таңертең оянғанда бөлмеге әлсіз жарық төгілді. Пештің жылуы бәсеңдеген, бірақ менің жанымда жатқан аяулымның жылуы бәрін толықтырып тұрғандай еді. Мен біраз уақыт үнсіз ғана оны тамашалап жаттым. Ол да ояу екен, бірақ көзін жұмып, тыныш қана күлімсіреп жатты. Бір сәтте ол маған қарап, «Сен өзгеріпсің», деді ақырын. «Қалай?» дедім мен. «Кешегі ұяң жігіт жоқ сияқты. Қазір менің жанымда сенімді, нағыз еркек жатыр». Осы сөзден кейін кеудемді бір ыстық толқыныс кернеді. Бұл мен күткен, бірақ ешқашан елестете алмаған сәт еді. Біз таңға дейінгі болғанды сөз қылмадық. Екеуміз де түсіндік, бұл бір түнмен шектелетін әңгіме емес. Менің ішімдегі ұяң жігіт сол түні жоғалды, ал оның орнын жаңа арман сезімді танитын. Жігіт басты. Аяулым терең күрсініп, «Кейде алғашқы қадам ең қиыны болады. Бірақ сен оны жасадың», деді. Мен оның қолынан ұстадым. Ішімде еш өкіну жоқ еді. Керісінше, өзімді өмірдің жаңа парағын ашқандай сезіндім. Бұл түн менің өмірімдегі ең ерекше сәт болып қалатынын білдім. Себебі ол маған тек алғашқы жақындықты ғана емес, өзіме деген сенімділікті де сыйлады.